Саламатсыздар ма үйренушілер, біз кезекті сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол айнымалылар және олардың типтері. Ең алдымен тақырыпқа келсек, айнымалы және тұрақты. Айнымалыны сипаттау үшін ең алдымен айнымалы түсінік беру керекпіз. Ең алдымен айнымалыны сипаттау үшін олардың типі болу керек, аты болу керек. Енді бастапқы мәні болса да болады, ал болмаған жағдайда ол қателік көрсетпейді. Мысалы, мына жерде 5 айнымалыны көрсеткен болатынбыз мысал ретінде. Бірінші айнымалы бастапқы мәні берілмеген, немесе екінші айнымалда бастапқы мәні берілген, типі бар, аты бар және бастапқы мәні бар. Үшінші айнымалда айнымалының атын біз өзіміздің қалаған күйінше текстпен аламыз, бірақ тек қана ағылшын текстімен. Төртіншісінде айнымалының атын бір айнымалға екінші айнымалының мәні арқылы меншіктеп тұрық. Ал бесінші айнымалда айнымалының аты тек әріп пен сандардан тұратынның дәлелі. Енді мына жерде көріп өткендей, айнымалы ол сандардан, әріптерден және төменгі сызық белгісінен тұрады. Яғни айнымалының атына тоқталар болсақ, ең алдымен айнымалының атына қандай беру керек екеніміз соны талқылап өтейік. Енді айнымалының атын жаңа көргендей сандардан, әріптерден және төменгі сызық белгісінен тұрады. Ал бірақ ол кейбір ережелерге бағыну керек. Бірінші, айнымалының аты ол сандардан басталмау керек. Мысалға мынадай. Екінші, айнымалының мынау дұрыс түрі, мынау қате түрі. Айнымалының аты екі бөлек тексттен құралмау керек. Бірінші, мынадай екі бөлінген тексттен құралмау керек. Ал екі бөлек текстті жазатын болсаңыз, төменгі сызық белгісін пайдаланыңыз, немесе бір-біріне жақындастырып жазыңыз. Үшіншісі, айнымалының арасына немесе басқа жеріне төменгі сызық белгісін қолдануға болмайды. Басқа символдарды қолдануға болмайды. Ал ондай символ қолданғыңыз келсе, тек қана төменгі сызық белгісін қолданасыз. Мұндай дұрыс түрі. Төртінші түрі ол айнымалының атына қатысты сөздер жазуға болмайды программада. Мысалға, класс немесе басқа. Енді көрейік, коды нақты дұрыс па қате ме екенін ажыратып. Енді жерде ең алдымен жазайық, бір айнымалыны сипаттайық. Мысалға, int a тең 10. Бір айнымалыны сипаттадық. Енді жіберейік. Қарасақ, еш мән шықпады. Біз өйткені еш мәнді шығарған жоқпыз, тек қана сипаттадық. Бізге ешқандай қателік көрінбеді. Енді біз оны саннан бастап көрейік. 10, мысалға 10. Қарасақ, қателік шықты. Мына жерден көрсетіп тұр. Яғни саннан бастауға болмайды. Екінші, жаңа мысалды ала берейін. Екі бөлік жазуға айнымалының атын. Бұл айда болмайды, міне көріп отырғандай. Айнымалының атын екі бөлік жазсақ, ол қателік көрсетеді. Сондықтан біріктіріп жазу керек. Бұл программаның стандарты. Енді бізге қателік шыққан жоқ. Егер сіз екі бөлік алғыңыз келсе, оны төменгі сызық белгісін пайдалансаңыз болады. Мынадай мысалға. Қателік көрсеткен жоқ. Төменгі сызық белгісі. Және де егер айнымалының арасын бөлу үшін басқа символдарды ешқашан қолдануға болмайды. Мысалға, плюс болмайды, көрініп тұр. Немесе мына сызықты. Немесе үтірді қолдансақ, ол екі айнымалы болып бөлініп кетеді. Немесе леп белгісін. Бізге анық басқа символдарды қолдануға болмайды. Тек қана бөлгіңіз келсе, басқа символ. Онда төменгі сызық белгісін ғана қолданасыз айнымалының атында. Ал егер үтір қолдансақ қандай болады дейсіздер ғой. Онда үтір қолдансақ екі бөлек айнымалы болып кетеді. Мына бір бөлек айнымалы болып кетеді, int типіндегі. Мына бір бөлек айнымалы болып кетеді. Бірақ ол қателік шығармайды. Көріп отырсыздар, қателік шығармайды. Енді төртінші түрі айнымалының атына программада қатысты сөздерді қолдануға болмайды. Мысалы, қатысты сөздер класс. Қателік көрсетті. Мысалға,
const. Не қателік көрсетті. Сондықтан айнымалының атын қойған кезде сол ережелерге бағыну керекпіз. Енді тұрақты. Тұрақты ол біз айнымалы деген ат қалай, ол мән, сол сақталған мән, яғни өзгерте аламыз. Оны өзгерте аламыздың мүмкіндік бар бізде. Ал тұрақты да ондай айнымалмен ұқсас, бірақ олда берілген бастапқы мән ешқашан өзгермейді. Яғни біз оны өзгерте алмаймыз. Айнымалы сияқты. Оны көрейік. Ең алдымен кодтан жазып көрейік. Кодты жазбастан бұрын ең алдымен мынерде біз бір шолып шығайық. Ол айнымалы сияқты сипатталады, бірақ оның алдына мынадай ағылшын const сөзі жалғанады. Біз ең алдымен көрейік. Неде бар екен, артын жасайық. А деген тұрақты, А деген тұрақтыны сипаттадық. Енді А деген тұрақтыны көрейік. Ешқандай шықпады. Енді біз А деген тұрақтыны өзгертіп көрейік. Яғни бір int. Оның немесе А тұрақтысының және бір int b деген санды сипаттайық. 10 деп. Енді сол аның мәніне берейік. Мына да 10 болып қапты ғой. Мына бір 30 дейін. Бұның мәніне берейік. Бұның мәнін аға берейік. Көрейік. Бізге қателік шықты. Себебі бұл тұрақты. Яғни тұрақтың мәнін, көріп отырғандай, тұрақтың мәнін өзгертуге болмайды. Егер мынау тұрақты емес, айнымалы болған болса, онда оның мәні өзгертілетін еді. Яғни қателік шықпады. Мен астына примитивмен шығара салайын. Сол кезде анық болады. Аның мәнін шығара салайық. Жерге. Енді көрейік. Көргендей аның мәні өзгертілді 30-ға. Өйткені бұның мәнін бердік мына жерде 30-ға. Бірақ мынау тұрақты болған жағдайда онда ол өзгертілмейді. Ол қателік шығады. Сайтқа қайта оралайық. Енді біз жаңа айнымалының атына қойылатын қандай стандарттары бар екенін айтайық. Енді айнымалының типтеріне тоқталайық. Айнымалының типтерін мына жерде біраз типтерді қарастырып өтейік. Айнымалының типі char. Оның әрқайсына кейін уақытында тоқталамыз. Бізге жаңағы мәлім типтерге де үнемі кездесетін мәлім типтерді қарастырып өтейік. Char ол бір үлкендігі мына жерде sizeof функциясы, ол алдын ала айта кетейін, бұл сол типтің қаншалық жадыда қаншалық үлкендікте мән орын алатындығын анықтайтын функция. Мысалы мына char, ол char типіндегі айнымалы 1 байт орын алады. Оның диапазоны -128-ден 127 аралығында болады. Бұның не себептен, мына диапазондардың не себептен осылай болатынын біз кейінгі сабақтардан түсіндіретін боламыз. Екіншісі мысалы мына short 2 байт орын алады, оның диапазоны мына аралықта болады. Енді үшіншісі int. Ол 4 байт орын алады, оның диапазоны мұншалық үлкендікте болады. Жерде жазылған таңбасыз деген мағынаны біледі. Ол таңбасыз, ол да charмен ұқсас үлкендікте 1 байт, оның диапазоны мынадай. Бірақ минус таңбасы ешқашан болмайды. Қалғандары сондай. Енді float ол көріп өткендей -3,4 көбейтілген 10-ның 38 дәрежесі мен 3,4 көбейтілген 10-ның 38 дәрежесі аралығында мәндерді сипаттауға болады. Бірақ соның екінші түрі ол float-тан 2 есеге үлкен, бірақ оның диапазоны неше есеге үлкен. Яғни өте кішкене сандарды сипаттауға мүмкіндік бере алады. Біз ең алдымен сайтта қалып, сайттарға жалғастыра берейік. Не үшін типтер әрқылай? Неде? Мына int көріп отырсыздар, short, char, бәрі бүтін сандарды сипаттауға болады. Мына char, таңбасы char. Бәрі бүтін сандарды сипаттауға болады. Бірақ бөлінген. Не себептен? Бірінші,
бізде қолданылатын айнымалымыздың мәні әрқалай болуы мүмкін. Кішкене мәндерге үлкен диапазонда қолдансақ тиімсіз, ол жадыны көп алып қояды. Сондықтан бізде бірнеше ыңғайлы типтер шығарылған. Енді мынау символ дейді. Символдың не екенін біз кейінгі сабақтардан толығымен түсіндіретін боламыз. Келесі бетке аттайық. Бүтін сандардың типі, көрбітіндей бүтін сандардың типі, ол мән алу аумағына қарай таңдалу керек. Енді диапазонға қарай таңдалу керек. Мысалы, адамның жасын, енді адам жасы бүтін сан болады ғой, бірақ адам жасының диапазонына бір айнымалы ретінде сипаттайтын болсақ, бізге мына үшеуінің ең қайсысы тиімді болмақ? Бірінші, адам жасының ең ыңғайлысы мынау болмақ. Себебі 255-тен асатын жас енді естімедім мен. Мына жерде мынаны қолдансақ, бұл ешқандай қателік көрсетпейді, бірақ өте үлкен аумақты қолданып қойған боламыз. Оның үстіне бұл жадыдан үлкен орын алады. Сондықтан бізге ең тиімдісі мынау. Мынау 65.535-ке келетін жастар жоқ. Егер мына чардың диапазонын асып жатқан жағдайда, чартыға 128 дедік қой. Ансегіне чарды ойлап тұрмын ғой, кешіріңіздер. Таңбасы жар. Мына жерде диапазон асып жатқан жағдайда, мына чардың диапазоны 127-ден асып жатқан жағдайда, онда мынаны қолдануға болады. 150 аумағында болса, бізге ең тиімдісі мына 150 асып кеткендіктен шорт алу керек, немесе таңбасы чарт алу керек. Оның үстіне адам жасы теріс сан болмайды, сондықтан таңбасы чарт алған ең тиімді. Нақты сандар типі. Нақты сандар типінде нақты сандардың және де диапазондарына қатысты алынады. Ол тек нақты сандар үшін қолданылады. Нақты сандар енді нақты санның ішіне бүтін сан жатқаннан кейін, яғни мысалы 5 деген бүтін санның артында көптеген нөл болуы мүмкін. Сондықтан нақты санын бүтін санға да қолдана беруге болады сипаттауға. Бірақ негізі ол ыңғайсыз. Енді мән алу аумағына келетін болсақ, оның көрдіңіздер, даублдікі флауаттан үлкен, өте 308 дәрежеге дейін барады. Ал флауаттікі анадан салыстырмалы кішкене. Бірақ флауаттың ыңғайлы жері ол жадыдан кішкене салыстырмалы даублға қарағанда азырақ орын алады. Мысалы, екі айнымалыны сипаттадық мына жерде, мысал ретінде. Енді мына жерде біз алдында даублды көрсеттік, бірақ флауат деген айнымалының типін көрсеткен жоқпыз. Соны көрсетіп өтейік. Мына жерде бірінші, ол айнымалының енгізу. F деген ол флауат деген мағынаны білдіреді, ал даублда long флауат. Яғни даублда сондай ұзын нақты сан деген сияқты мағынаны білдіреді. Енді флауат типіндегі сандарды шығарған кезде оған ұқсас F қолданыла береді. Мысалға, кодта жазып көрейік. Ең алдымен біз бірінші бір нақты санды сипаттайық. Яғни біз алдында көрмеген флауат деген нақты сан, соны A деген флауат нақты санды сипаттайық. 12,1 бәле. Енді бұны біз сипаттаудан бұрын ең алдымен бұның бастапқы мәнін бермейік. Бастапқы мәнді өзіміз беретін етейік, сол кезде ыңғайлы көрінетін сияқты. Ерте скану арқылы енгізейік. Кешіріңіздер, нақты сан ғой бұл. Енді нақты санның адресін береміз. Мына белгіні адрес деп атайтын боласыздар кейін. Ең алдымен бұл қайдан енгізіп жатқанымызды сипаттау үшін принтфтен шығарып қояйық. Онда енгізіңіз деген сияқты. Все, мынаны артта пост қылса. Мына жерде енгіздік, енді шығарайық аны. Мына жерде енгіздік. Бөлек алып қойын. Міне, F арқылы енгіздік. F-ның мағынасы ол флауат деген мағынаны білдіреді. Мына жерде біз бүтін сан болған F-ті қолданамыз. Нақты сан болғаннан кейін. Енді көрейік. Екеуінде де F.
аны енгізіңіз дейді. Бір бәле енгізіп сол мәнді шығарып берді. Енді бұдан да дәлдік алған кезде мына жерден дәлдік ала бересіз, яғни шорын дәлдікпен алдық. Кешіріңіздер, өзі шорын дәлдікпен кіргізіп жібердім. Ай, не істеп қойдым. 31 деп жазып қойыптым ғой. 31 орынды дәлдікпен алдық. Кешіріңіздер. 12-ні ала бермейік. Короче, бірдеңе деп алайық. Енді дұрыс болады. Кешіріңіздер. Дұрыс. Енді бізде қателік жоқ. Қателік жоқ. Ол не үшін? Қалай істейді? Көрейік. Мына жерде. Мына жерде біраз өшірейік. Мынаны енгізейік. Міне дұрыс шықты. Бізде мынандай беттер көп ашылып кеткен екен. Міне дұрыс шықты. Міне дұрыс шықты. Міне дұрыс шықты. Енді сайтқа қайтадан оралайық. Енді біздің сабағымыз осымен аяқталған екен. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.